Қайырлы күн болсын, қымбатты көрермендер және тыңдармандар. Сіздермен бірге әдеп подкаст және оның жүргізушілері дейміз ба, авторлар дейміз ба, журналистер Жолдас Орыспай және Ақсәуле Әлжан. Жолдас, бүгінгі біздің жиналуымыздың басты себебі не? Қайырлы күн барлықтарыңызға, тыңдаушылар. Біз бүгін өте бір қызық кейс талқылағалы тұрмыз. Журналистік принцип тұрғысынан ақылға қонбайтын кейс деуге болады. Осыдан бірнеше күн бұрын танымал волейболшы Сабина Алтынбекованың Орда KZ басылымына, әсіресе соның ішінде спорт жаңалықтар жазатын журналистеріне, мүмкін бір журналистіне қатысты өзінің жаңағы талабын қойды әлеуметтік желіде. Ол жерде қандай талап десеңіз, Сабина Алтынбекова туралы жаңалықтарды Орда KZ-тің журналистері оның былтыр ажырасқанына контекст қатысы болмаса да, сол ажырасқанын тақырыпқа қойып, сондай кликбейт тақырып қойып, оқырмандарды тарту әдетін жаңағы іске асырады екен. Осы күнге дейін мен мүлде көрмей жүрген екен, бірақ Сабина Алтынбекова өзі скриндерді жинап бөлісті. Ол жерде бір емес, кәдімгідей бір 10 шақты, тіпті одан да көп сияқты. Барлығында тақырыбында разведенная Сабина Алтынбекова деп айтылады. Мақала дерлік барлығы орысша сияқты. Бірақ мақаланың ішіне кіріп іздеп оқысаңыз, разведенная деген, яғни оның отбасындағы статусы, ажырасқаны туралы ешқандай мәлімет жоқ. Тек қана мысалға тақырыппен оқырманды тартудың сондай бір сенсация қуу әдісін пайдаланған. Және бұл әрине қоғамдағы әйелдерге қатысты жиі қолданылатын стигманы осындай бір журналистік емес, бір саржағал қулыққа тартудың әдісі деуге болады. Бұл өте кереғар әрекет, этикалық тұрғыдан мұндайға мүлде жол берілмеу керек. Орда KZ ең құрметті редакцияларының бірі, Қазақстанда көп медиа жазылмайтын тақырыптарды жазады. Әрине, редакцияның кейбір ұстанымдарына былай сұрақ көп, және олардың қаражатты тарту жолына қатысты да, оның ашықтығына қатысты жалпы сұрақтар көп. Бірақ былай жалпы тұрғыдан алғанда Орда KZ-тің жұмысы елеулі, оларға көп редакция былай мойын бұрып, олардың таратқан ақпараттарына сүйенеді. Азаттықтың өзі кейде олар таратқан ақпаратқа сеніп бөліседі. Бірақ мына әрекеттен өте ұят болыпты. Мен таңғалдым. Мен Орданы бұлай плинтустан төмен түседі деп ойламаппын, шыны керек. Бұрын Гүлнар Башкенованың кезінде ондай болмаған шығар мүмкін, әлде Башкенованың кезінде де солай болды ма екен? Маған сол қызық болып отыр негізі. Өйткені ол тәжірибелі журналист қой, енді бұл шынында да журналистика емес. Ол болған мақалалардың егер былай тарихи контекстіне қарасаңыз, бір жылдан бері жарияланып келеді. Сабина Алтынбекова, енді оның жеке өмірін былай талқылағандай болмайық, бірақ мен контекст үшін айтайын, ол былтыр наурызда ажырасқан екен. Сол ажырасқан кезден бастап осындай мақалалар пайда болған. Наурыздың соңында, сәуірде кәдімгідей Алтынбекова қандай бір инстаграмда пост жазады, соны желеу етіп, тақырыпқа сондай кликбейт, разведенная дегенді қойып жариялай берген ғой. Жолдас, бізді көрмей, бірақ тыңдап отқан адамдар болса, бір-екі тақырыпты оқып кете аласыз ба? Бұл жерге скриншотты да қоямыз, бірақ сонда да. Жаңа сіз маған жіберген. Мысалы, разведенная Сабина Алтынбекова показала, как получать удовлетворение дейді мысалға. Бұл өте кереғар, және біріншіден жеке өміріне, және бұл контексті өте сондай бұрмаланған тақырып. Мысалы, мен әдейі осы тақырыптың, осы жаңалықтың ішіне іздеп көрдім. Сөйтсем, ол Фейсбукте, ол Инстаграмда жан тыныштығына қатысты, жаңағы қалай сондай тыныштықта, еркіндікте ләззат алатын туралы жазған екен, қысқаша пост. Соны осылай бұрмалап тақырып қойған. Немесе жаңағы
разведенная Сабина Алтынбекова показала свежее видео с любимым дейді мысалға. Разведенная Сабина Алтынбекова собрала волну комплиментов в Инстаграме. Қаным қайнап отыр шыны керек жолдас. Бұл журналистикаға мүлдем жат нәрсе. Біріншіден тақырыпты ашпай тұрып, жолдас, мен сізге мынадай сұрақ қояйын. Қандай жағдайда біз спортшының жеке өмір туралы жаза аламыз журналист ретінде? Егер оның жаңағы дәл сол контексті бір қоғамдық мүдде тұрғысынан жария айтуға жаңағы негіз бар болса, және ол сол спортшыға қауіп төндірмей ме, оған зиян келтірмей ме деген сұраққа я зиян келтірмейді деген жауап ала алатын болсаңыз, онда жариялауға болады. Бұл жерде әр кейсті жеке дара қарау керек. Редакция мысалы оны жариялайтын кезде жариялаймыз ба жоқ па деген сұраққа егжей-тегжейлі зерттеп анализ жасап шешім қабылдау керек. Дәл осы волейболшы қыздың жағдайында, мысалға, мен ондай көп жағдайды көріп тұрған жоқпын. Оның жеке өмірін қоғамдық мүддеге келіспейді, ол жеке өмір. Өйткені кімнің жеке өмірі қоғамдық мүддеге келіседі? Саясаткер болса да, мысалға, бір жылдар Башкенова деп отырмыз ғой, Гүлнар. Осы Ғабидолла Абдрахимов Шымкенттің әкімі болғанда ма, жоқ, администрация әкімшілігінде, президент әкімшілігінде болғанда ма, онымен журналист ретінде сөйлескен кезде менің 2 әйелім бар, мен тоқалымды да жақсы көремін, бәйбішемді де жақсы көремін деп айтқан. Соны ол постқа ма бір жерге жариялады. Ондай жағдайда біреудің тоқалы мен бәйбішесін талқылауға болады. Өйткені олар саясаткерлер, Қазақстанда отбасы және неке туралы заңға қарама-қайшы әрекет етіп отыр. Немесе депутат Бекболат Тілеуханның 2 әйелі бар дейтін болсақ, оны да айтуға болады. Өйткені біз зайырлы мемлекетпіз, біздің билік басында жүрген адамдар өздері заңды орындамаса, дәстүрге көрініп жаңағы әйелдердің құқығын қорғаудан қашқақтаса, әйелдерге қатысты стигманы көбейтуге атсалысса, әрине ол журналистік тақырып қоғамдық мүдде. Өйткені Бекболат Тілеухан мен Ғабидолла Абдрахимовқа қарап, басқа адамдарда мендей жаңағы олардың зинақорлығын деп айтамыз ба, енді измена жасайтын адамдар өздерін біздің билік басындағылар жасап жатыр, мен де осыны 2-ші әйелім деп өтірік атап, яғни ол отбасыда зардап шегеді, балалар зардап шегеді, 1-ші әйел зардап шегеді, 2-ші әйел зардап шегеді. Яғни бұл кәдімгі қоғамның мүддесіне қатты ауыр тиетін нәрсе. Бұндай жағдайда біз әрине талқылаймыз. Бірақ Сабина Алтынбекованың қолында ешқандай билік жоқ. Ол 1 рет күйеуге шыға ма, 3 рет күйеуге шыға ма, оның біздің шаруамыз болмауымыз керек. Яғни біріншіден бұл жерде тіпті мен Сабина Алтынбекованың әрине тұрмысқа шыққан ба, ажырасқан ба, оның бізде ешқандай шаруамыз болмау керек, және журналистерге ол қызық болмау керек жазатын. Әрине тек қана құр кликбейт үшін Сабина Алтынбекова әрине өте әдемі келіншек, иә, өйткені мүмкін Инстаграмда фолловерлар көп шығар, білмеймін. Сол үшін солардың жаңағы адамдардың бір қызығушылығын пайдаланып, кликбейт тақырып жазып, айтып отыра түсуі ол журналистік этикаға жатпайды. Неліктен? Өйткені ол біріншіден ол маңызды емес, қоғамдық мүддеге сай емес. Екіншіден ол Сабина Алтынбекованың өзіне үлкен зиян келтіріп отыр. Жаңағы 1-2 сіз айтқан тақырыптың өзінен ақ мен төбе шашын тік тұрып отыр. Ол кісі сотқа берем деп жатыр еді. Негізі енді ойлап отырмын, сотқа беруге әбден көп себебі бар сияқты. Берді ме екен? Жоқ, ол белгілі бір уақыт берді. Сіздерге ойлануға уақыт берем деді ме? Жаңа кешірім сұрауға уақыт берем деді, айып етпеңіз. Сосын қателеспесем, орда кезет кешірім сұрағандай болған, және ол жерде оның да скринін Сабина Алтынбекова бөлісті де, және оған қанағаттанбайтынын жазды. Ол жерде бір қызығы, мысалы, контексті де қарадым мен орданың жауабында, былай дейді, мысалға, упоминание семейного статуса было сделано исключительно в информационном контексте, без намерения акцентировать внимание на вашей частной жизни. Дәл сөздің қарама-қарсысын істеп отыр да олар, және оны солай түсіндіріп отыр. Мысалға, мы приносим извинения, если такая подача вызвала у вас негативные эмоции. Мы инициировали внутреннюю проверку, и с журналистом проведена разъяснительная беседа. Бұл жерде негативті эмоция тудырған болса, дейді, сосын ақпараттық контекст үшін ғана бердік, дейді. Ақпараттық контекст жоқ ол жерде. Ақпараттық,
тіпті мен айтар едім, егер спортшы бір үлкен жарыста олимпиадада жеңіліп қалса, өйткені психологиялық күйзеліс болып, соның өзінде де айтуға бола ма болмай ма, ең соңында бір сөйлеммен естеріңізге сала кетейік, өткен жылы ол ажырасқан туралы жариялаған еді деген сияқты мақаланың соңында бір сондай контекст болса ғана тақырыпқа шығармай-ақ мүмкін жеткізуге бола, оны да ойлану керек. Бұл жерде Орда KZ гендерлік стереотипті ары қарай тереңдетіп отыр. Біз Қазақстан патриархалды мемлекет, әйелдердің құқығы бәрібір қорғалмаған, заң жүзінде қорғалады, шын жүзінде ажырасқаннан кейін ер адамға ештеңе болмайды репутациясына, әйел адамның басында ажырасқан келіншек деген репутация бар. Ол бәрібір оны жұмысқа орналасса да, туыстарының айналасында, балаларының айналасында да, әлеуметтік желіде де қызу талқыланып, ажырасқан әйелдер бір сондай бір қоғамдың бір кінәлі мүшелері сияқты сондай стереотипті ары қарай бұлар тереңдетіп отыр. Яғни гендерлік стереотип. Екіншіден, Сабина Алтынбековаға объективизация жасап отыр бұл кісілер. Өйткені оның спортшы ретіндегі қабілетін талқылап отырған жоқ. Қандай спортшы мысалға өте жақсы спортшы немесе тіпті нашар болса да, нашар өнер көрсетсе де бәрібір оның кәсібилігін қарап отқан жоқ. Оның түр әлпетіне, жеке өміріне жаңағы бір объект ретінде қарап отыр деп есептеймін. Сондықтан бұл жерде олар объективизация жасап отыр. Тақырыпты ашу үшін мүлде маңызды емес. Ол кісінің отбасылық жағдайы ешқандай, тағы да қайталап айтты, қоғамдық мүдде жоқ, және спортшының кәсіби беделін түсіру. Өйткені мысалға, егер Сабина Алтынбекова болашақта спорттық карьерасын жалғастыратын болса, бәрібір оның мысалға ешқандай спортшыға ұнамайды, егер оның спортшы кәсібилігін емес, жеке өмірін талдаса, ол оның кәсіби деңгейін түсіріп жатыр деп есептеуге болады. Және сөзімді аяқтай келе, жалпы жолдас білесіз бе, байқайсыз ба, көбінесе осы спорт журналистикасында қыздарға деген, әйелдерге деген бір сондай стигматизация өте көп. Тіпті жақындағы Олимпиада ойындарында айтып кетуге болады. Олимпиадаға қатысты, жақында қысқы Олимпиадаға қатысты контекстті білмедім, бірақ мынандай мысал есіме келіп тұр. Washington Post Риода өткен Олимпиада кезінде жаңағы 2016 мен 20 мен? 2016, мен қазір спортшының атын ұмытып тұрмын, ақштың атынан шыққан спортшы, сол спортшы туралы жазған кезде оның басқа бір азаматтың әйелі екеніне контекст беріп жазады. Яғни оның жеке тұлға спортшы екенін айтпай, оның біреудің әйелі екеніне акцент беру арқылы оны да жаңағы патриархалдық қоғамның медаль алған ау деймін. Ол спортшы келіншек медаль алған. Бір нәрсені жеңген Олимпиада, қандай медаль екенін білмеймін, алтын ба, күміс ба, қола ма. Сол кезде жаңағы басылым, ол да бір сыйлы басылым ба деймін. Жоқ, Washington Post деп отырсыз ба? Твиттерда ма бір жерде аты жөнінде жазбай, бәленше Түгеншеевтің әйелі деп жазған ау деймін да. Деген бе? Мен қазір ұмытып тұрмын. Менің де есімде. Университетте талқылаған едік. Ондай болады, яғни тіпті айттым ғой, оның спортшыға кәсіби адам ретінде қарамай, біреудің әйелі ретінде қарау, оны екінші орынға қою. Мен жаңағы қысқы Олимпиада мәнерлеп сырғанауға қатысты әлеуметтік желіде көп көрдім. Біреулер ашуланып жазыпты. Қыздардың түрін көп қатты сипаттап жатыр, комментаторлар да кейбірде айтып кетеді. Журналистер де мысалы қыздардың киген киімін, әсіресе мәнерлеп сырғанауда бірінші орынды бір америкалық фигурист алды ғой, Алисия мен атын қалдым. Сол қызды мысалға ресейлік комментаторлардың барлығы дене бітімдері ірі, фигурасы мынадай деген сияқты сондай бір. Яғни оның жаңағы тулуптары, секірулері, не квадтарына қарап отқан жоқ. Оның жаңағы ер адамдарға дейді, ер адамдар туралы ешкім олардың сырт келбетінің ештеңе туралы айтпаған. Біреудің шашы ұзын, қысқа дейді, тек қана қыздарға қатысты айтқан. Яғни бұның өзі жаңағы спорт журналистикасындағы қыздардың объективизациясына келеді. Сонда жаңағы мен ойлаймын да, жаңағы сіз айтып кеттіңіз ғой, Washington Post біреудің әйелі деп жазды. Бізде біреудің әйелі деп жазғанды білмеймін, біреудің күйеуі деп жазғанды естідім. Мен соны айтып кеткім келіп отыр. Мысалға біздің әлгі ортанқол медиа басылымдар Баян Алагузованың күйеуі, Динара Саджанның күйеуі деп жазатынды көрдіңіз бе? Мен көрдім. Болады, сосын ол ақшты да Тейлор Свифтке қатысты сондай кері реакция бар. Трэвис Келсиді оны жених
болашақ күйеу деп айта ма оны. иә Яғни тек қана әйел адамдарға ғана қатысты емес. Ер адамдар да бұдан зардап шегуі мүмкін. Мен саған мысалға, мен Динара Саджанның күйеуі дегенді оқыдым, бір кәдімгі мақала, Динара Саджанның күйеуі бірдеңе деп. Сол кезде меніңше ол кісіге де енді бәленбай жыл еңбек еткен үлкен бизнестің иесі, оған да мысалға репутациялық тұрғыдан да өзінің көңіл күй тұрғысынан да бір зақым келуі мүмкін теориялық тұрғыдан. Яғни тек қана қыздарға қатысты емес, жалпы кез келген адамның кәсібилігін әдейі төмендету, беделін төмендету деп есептеймін. иә біз жаңа сіз айтып отқан кейстер, олар жаңа танымалдау адамның басқа біреуге қатысы барын меңзеу, ал мына орда кейсінде ешқандай бір жаңағы бір қалыс шалу бір қате деп санауға келмейді да, бұл әдейі редакцияда жасалған дүние, және ол бір реттік қате емес. Мысалы Washington Post сияқты ол бір жыл бойы жалғасып келген контекст, процесс, және ол жерде жаңағы бір тақырып, бір сөзді, стигма сөзін алға шығару арқылы оқырман жинау әрекеті, және оны біз журналистік тұрғыдан қарасақ, оның қате екенін айттық қой, бірақ ол журналистік тұрғыдан ондай аудитория жинаудың өзі жөнсіз де, ондай абыроймен жинаудың өзі. Мысалға, Орда KZ мұның астарында нені мақсат еткенін айту қиын, қандай мотив іздеген білмейміз, оны айтпай отыр, бірақ шын мәнінде оқырманды көбейтуді мақсат еткенге ұқсайды. Себебі өзіңіз айтқандай Сабина Алтынбекованың танымалдығы жоғары Қазақстанда, оның әлеуметтік желілерде оқырмандары көп. Соларды өз сайтына, өзінің ресурстарына тартқысы келген сияқты. Және бұл жерде айта кететін дүние, зиян келтірмеу контекстінде біз әр адамның жеке шекарасы, жеке құқығы, өзіне қатысты жеке деректеріне құрметпен қарау мәселесін біз ескеруіміз керек. Ол right to privacy дейді ғой, ондай мәселені біз жеке мәліметке артылған танымал адамдар болсын, танымал болмасын, журналистер жариялау кезінде бұның қоғамдық мүддеге келе ме деген сұрақпен айқындап алып қана шешім қабылдау керек. Ал бұлай жеке өміріне қатысты ақпаратты бостан босқа жариялай берудің жөні жоқ. Ол тіпті заңмен де қудаланады. Мысалға, менің жеке өміріме рұқсатсыз кіріп, менің деректерімді жариялады деп адамдар көп жағдайда сотқа беріп жатады, және сотта журналистер жеңіледі, себебі оның қоғамдық мүдде ретінде маңызын олар бәрібір дәлелдеп бере алмайды сотта. Иә, дұрыс айтасыз. Әсіресе көптеген тарихта неше түрлі жағдай болды. Осылай жеке бір өмірдің фактілердің жарияланып кетуінен адамдар тіпті өздеріне қол жұмсауға дейін барады кейбірде. Яғни оның немесе бір инфаркт алған, инсульт алған жағдайларда естідім негізі. Өйткені бір бүкіл жан дүниесін бір өздерінің көп ешкімге айта қоймайтын нәрсесін, жұрттың талқылағанын қаламайтын нәрсесі жан дүниеге жайып салғанда, әрине оның бәрі түсінікті. Сондықтан зиян келтірмеуге әрине үлкен. Негізі Сабина Алтынбекованың жүйкесі мықты екенін мына жерде ол өте салмақты түрде оларға уақыт беріп кешірім сұраңыздар деп отырғаны, негізі бұл өте өрескел тақырыптар. Сосын жаңа тағы бір ойымды аяқтайын деп отыр едім. Мен кеше осыны әдейі іздедім. Жалпы спорт журналистикасында қыз спортшыларға, әйел спортшыларға тағы қандай гендерлік стереотиптер қолданылады деп. Сонда бір кейсті айтты, жаңағы Google-дан іздеп көріп едім. Канадада теннисист Евгения Бушар деген қыз бар екен, өте кәсіби, жаңағы жоғары рейтингті теннисші қыз. Сол бір үлкен жарыста жеңген ба, әлде бір жақсы өнер көрсеткен ба, содан кейін оны ер адам, тележурналист, тележүргізуші одан сұхбат алған, жаңағы спорттық несі туралы, қалай болды, қалай орындады деген сияқты, қалай жеңді немесе жеңілді. Сосын жаңа ер адам, ол жасы үлкен екен, ал Евгения Бушар ол кезде жас қыз. Теннисші қыздар үстеріне қысқа юбка киіп шығады ғой, костюмдер сондай. Сосын жаңағы кісі айтыпты, ал енді камераның алдында киіміңізді көрсетіп айналыңызшы депті. Жаңа қызға, Бушарға. Бушар таң қалып қалғанда, сасып қалғаннан ол айналған камераның алдына. Бірақ содан кейін өзі шығып, өзінің позициясын көрсеткен. Менен үлкен ер адам менің алдымда айнал дегені маған ұнамайды, ол маған объективизация
әйел адам ретінде объективизация жасап отыр деп. Ешқашан ер адам атлеттерге камераның алдында айнал деп ешкім айтпайды. Дұрыс қой. Сондықтан әрқашан осыны есте ұстаған жөн. Журналистер де, спорт журналистері де. Мысалға бұны тарихи контекстінде қарауға болады. Мысалға сары жағал журналистика деп айтады, мысалы yellow journalism. Ол 19 ғасырда өрбіді, көбіне ақшта дара дамыды. Мысалға сол қазір журналист қауымдастықта танымал Джозеф Пулитцердің өзі негізі сары жағал журналистиканы дамытқан адамдардың бірі. Ол New York World деген газет сатып алып, соны 15 мың айналымнан 1 миллион айналымға дейін бір 10 жылдың ішінде жеткізді. Соның барлығы сенсация қуу тақырыптарымен, сондай эксклюзив жеке танымал, сол кездегі танымал адамдардың өмірінен ақпараттар, жаңағы true crime жанрындағы жаңалықтар беру арқылы соған жетті. Ол Уильям Рэндольф Херст деген New York Tribune деген газеттің басшысы, сол екеуі қайталасқан дейді, көп оқырман жинауға. Бірақ соңында Джозеф Пулитцер соның орынсыз екенін түсініп, кейін Колумбия университетіне грант бөліп, жаңағы журналистика мектебін ашуға қолқа болды. Журналистика мектебі соның қаржысымен ашылды Колумбия университеті, қазір ол ең үздік университеттердің бірі. Және Пулитцер қайтыс болғаннан кейін дәл сол мектеп Колумбия университетіндегі оның атындағы сыйды бере бастады, және ол қазіргі жалпы журналистика, әлемдегі журналистикадағы ең танымал, ең беделді жаңағы журналистерге беретін құрмет, сыйлық. Оныңыз жақсы болды, бұл тарихи экскурс. Әрине, орданың да басқа да сайттардың да көздегені ол көбірек клик жинау, көбірек қаралым жинаса, демек, жарнама берушілерге олар мынадай статистиканы ұсынады, бізді көп адам кірді, көрді деп. Журналистерден сұрасаң, сары жағал журналистерден сұрасаң, олар айтады, біздің не кінәміз бар, біздің салмақты, терең аналитикалық материалдарымызды ешкім оқымайды, оларға қызық емес, біздің оқырмандарға тек қана осындай жеңіл-желпі біреудің ажырасқаны деген сияқты қызық деп сондай аргумент тартады. Бірақ меніңше бәрібір мен түсінем, тақырыпты түрлетіп ойнатып арасында адамдар тарту үшін оны жасауға болатын шығар, бірақ дәл осындай адамның басына зиян әкелетіндей форматта жасау ол дұрыс емес. Сондықтан Сабина Алтынбекова осы істі өзі ары қарай соңына шейін жеткізеді деген үміттемін. Әдетте журналистік этика бұзылған кезде негізі көп ешкім соттай қоймайды, өйткені ол этика, ол заң емес. Яғни кейбір адамдар шатастырып жатады, журналистік этика бұзылды, бұны соттау керек деп. Негізінде этика ол заңмен реттелмейтін нәрсе емес, этика ол әр адамның ішкі моральдық құндылықтарымен реттелетін нәрсе. Сен адам ретінде біреуге зиян жасайсың ба, жоқ па? Бірінші сен журналистсің ба, бірінші сен адамсың ба? Мен студенттерге дәріс бергенде әрқашан айтатын едім, бірінші адамсыздар, содан кейін барып журналистсіздер деп. Өйткені тіпті бір адамға да зиян келетін болса, демек оны жасап керек жоқ деп. Сондықтан орда кезетке тілейтініміз бізді қарайтын болса, тыңдайтын болса, бірақ олар қазақша жазатын ба, олар қазақша тыңдамайтын шығар. Дәл мынау Сабина Алтынбекова қатысты жаңалықтар орысша шыққан көбісі. Оны жазған журналист туралы мен іздеп көрдім, бірақ ол туралы көп дерек жоқ екен. Мүмкін ол былай лақап атпен, жасырын бүркеме атпен жазды ма деп те ойладым. Бірақ қателесуім мүмкін. Бір рет желіні шолып шықтымда ол атты таппадым. Бірақ Threads'те ол өте қатты талқыланды. Дәл осы скриндер тарап, жаңағы орда кезеттің Threads'тегі аккаунтын тектеп, адамдар қатты сынап жатты. Бұны енді осыдан кейін орда түсінетін шығар деп ойлаймын. Мұндай қателікке еш жол бермеу керек. Бұл тіпті жаңағы Сабина Алтынбекова бұған қатты мән бермей басында, кейін жай кешірім сұрасаңыздар, тақырыптар өзгертсеңіздер болды дегеннің өзінде бұл өрескел қате және үлкен қазақ журналистикасында кейс болып қала береді. Және журналист бұл салада орда кезет қанша өзінің беделін арттырған сайын дәл осы кейс айналып кеп шыға беретін болады. Өкінішке қарай. Себебі олар бұған өздері жол берді.
себебі мақала бір рет қате емес, бұл кәдімгі бір жыл бойы жалғасқан қате. Және оны қате деп айтамыз ба, әлде қате емес, бір рет екі рет қайталанса қате емес, ол стратегия, әдейі жасалған нәрсе. Редакция оны әдейі осындай бизнес модель ретінде алып, оқырмандарды жинауды мақсат еткен көрінеді. Өкінішті, әрине. Және ол оқырмандардың сапасы қандай болады деп айтамын да, негізінде. Сондықтан, бәрін айтып болған сияқтымыз, онда ендеше сөзімізді қорытындылайтын шығармыз. Біздің бұған дейінгі шыққан кейс талқылауларымызға тыңдауға, қарауға кеңес береміз. Егер қарамаған, көрмеген болсаңыздар, енді тағы бір келесі жанжал демей ақ қояйын, келесі кейске дейін онда кездескенше күн жақсы дейміз ба, Жолдас? Оқырмандар, егер сіздерге қызық болса, біз білмей қалған, көрмей қалған тақырыптар болса, ұсынып отырыңыздар. Біз оны талқылауға әзірміз. Және жаңағы кәсіби қауымдастыққа егер бізге қосылып осында тақырыпты бірге талқылағыларыңыз келсе, оған да ашықпыз. Бізге әлеуметтік желілерде жеке жазып, ұсыныстарыңызды айтсаңыздар болады. Рахмет онда. Жақсы, сәлем, сау болыңыз.